Ардақты қауым, еліміздің тәуелсіздік күні құтты болсын. Мен Ербаян Құрманжанұлы Сүлейменов, Ақмола облысы бойынша соттар әкімшісінің бас маманы, Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай тіл тәуелсіздік тірегі атты челленджін қолдаймын. Әлемде түрлі үрдістер қалыптасуда, бірақ соның бәрі бірдей ұлттық мүддеге сай келе бермейді. Негізгі қауіп-қатерлер алда. Сондықтан қырағылық сақтай отырып, қиындықтарды еңсеруге әрдайым дайын болуымыз керек. Жаңа сын-сынаққа төтеп беру үшін ең алдымен ұлттық құндылықтарды қорғай білген жөн. Ана тілімізді, салт-дәстүрімізді, ұлттық сана-сезімді, қоғамдағы татулық пен келісімді, береке-бірлікті сақтай алмасақ, келер ұрпақ бізді кешірмейді. Әсіресе мемлекет тілдің мәселесі өте маңызды. Тіл ұлттың тұғыры, ұрпақтың ғұмыры. Қазақ тілі қазақты әлемге таныта алады. Халықтың тілі халықтың төлқұжаты. Мұны әрқашан есте ұстау керек. Біле білсек, ұлттық қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден басталады, деп мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тіл мәселесіне өте зор көңіл бөлген болатын.